Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 4-ші сынып қазақ тілі сабағы. Менің отаным Қазақстан бөлімі 2-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауызша және жазбаша сөйлеу. Бұл сабақта сен сызба арқылы мәтіннің мазмұнын анықтайсың. Өз ойыңды дәлелдеуді үйренесің. Олай болса, сабағымызды бастайық. Сен ауызша және жазбаша сөйлеуді қалай түсінесің? Сұраққа жауап беріп көр. Сөйлеу екіге бөлінеді. Ауызша және жазбаша. Ауызша сөйлеу адамдардың бір-бірімен тікелей дыбыс арқылы қарым-қатынас жасауы болып есептеледі. Жазбаша сөйлеу болса, арнаулы әдістер арқылы меңгеріледі. Жазу кезінде адам қатты зейін қойып, сөзін ойлап жазады. Есте сақтап ал. Олай болса, осының негізінде бірнеше тапсырмаларды орындайық. 6-шы жаттығу. Балалар, қазір тыңдайтын өлең не туралы екенін төменде көрсетілген сызба бойынша болжап көр. 3 бақытым, халқым, тілім, отаным. Өлең не туралы екен? Оны қалай анықтадың? Әрине, балалар, бұл Мұқағали Мақатаевтың 3 бақытым өлеңі. Өлеңді мұқият тыңда. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан, нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отау менен. Олай болса, өлеңнің негізінде тапсырмаларды орындайық. Өлеңнің екінші шумағын жадқа жаз. Жазу барысында сен сөйлеудің қай түрін қолдандың? Ойланып көр. Балалар, өлеңдегі тілім дедім сөзі қандай мағынаны береді? Жауап беріп көрейік. Тас жүректі тіліммен тілім дедім дегеніміз сөз арқылы кез келген жүректі жылы сөзбен жұмсарттым деген мағынаны білдіреді екен. Тамаша, ары қарай жалғастырайық. Көп нүктенің орындағы сөзді тауып жаз. Мақалдың мағынасын түсін. Жақсы сөз, жарым ырыс. Сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Үлкен жоқ болса, кішіден сұра. Аңдамай сөйлеген, ауырмай өледі. Айтылған сөз, атылған оқ. Біліп тұрсаң да, сұрап ал. Жақсы кітап, жақсы дос. Үнсіз, ұстаз. Балалар, мақалдардың мағынасын досыңа түсіндіріп көр. 9-шы жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көкшегіне. Екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі сүйенеді сөз тілге. Сөз күйресе күйгені көңіл мен тіл көркінде. Жүсіп Баласағұн. Бұл өлеңдегі сөз қуаты тіркесі қандай мағынаны білдіретінін анықтайық. Сөз қуаты тіркесі сөздің құдіреттілігін, сөздің күштілігін білдіріп тұр. Яғни балалар, сөз арқылы сіз сөздің қуаты арқылы сіз әрбір адамның көңілін таба алады екенсіз.
Тамаша. 10-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқып, сұрақтарға жауап бер. Бірде Еркебай күні бойы ойнап, сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтауратып мектепке барғысы келмей жүріп алды. Мұны әжесі байқады да, киімін кие бастады. «Әже, сіз қайда барасыз?» деді Еркебай. «Мектепке». «Онда не істейсіз, әже?» «Сенің орныңа оқып келемін». Еркебай қатты ұялды. «Әжетай, бармай-ақ қойыңызшы, өзім барамын». Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді де, сабағына кіріседі. Мәтін түсінікті болса, сұрақтарға жауап берейік. Еркебай әжесіне не деді? Ал әжесі немересіне не деп жауап берді? Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті? Балалар, мәтінді тағы да бір рет оқып шығып, сұрақтарға нақты жауап беріп көр. Жауап беру барысында сен сөйлеудің қай түрін қолданғаныңды естен шығарма. Тамаша балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бұл сабақта сен сызба арқылы мәтіннің мазмұнын анықтай алдың. Өз ойыңды дәлелдеуді үйрендің. Жарайсыз. Сау болыңыздар балалар. Келесі кездескенше.